Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге қаймақтан жасалған пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Маргарин май мен ұнды бір-біріне араластырып, жақсылап үгітіп аламыз. Жұмыртқа мен шекерді ыдысқа салып, әбден шекері ерігенше араластырып аламыз да. Ұнның үстіне ас содасын, бір қасық қаймақ, жұмыртқаны қосып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, жақсылап жайып алып, форма жасаймыз. Пирогымыздың бетіне қаймақтан жасалған салманы құйып шығамыз. Салманың дайындалу жолын төменде описанияға қалдырамын. Салманы салып болғаннан кейін пирогымыздың бетін өз қалауымызша әсемдейміз. Дайын болған пирогымызды 180 градусқа 30 минутқа духовкаға салып аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Каналымды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бізбен бірге болыңыздар.